мен былай сөйлеймін. Мен анау жоғары жақтағыларға обращение жасаймын да, КМБ, СМБ, МБД соларға айтам да. Мен соларға былай айтам қазір. Сендер осы мемлекетті ұрлап шетелден үй алыңдар. Шетелден үй аласыңдар ба, шетелден үй алыңдар. Бізді де мына елге сыйдырмағаннан кейін біз де кетеміз да мемлекеттен ше. Сөйтіп шетелде жолығамыз, ана жетім балалар ұқсап. Өз еліміздің тоз-тозын шығарып, ана айтқыл сияқты бәріміз шетелге құримыз бәріміз. Енді соған келатыр ғой, тірлік соған келатыр ғой. Мына қазақтың жерін маған айтты ғой, Пакистан, Қытай, орыс бәрі қаптап, мына елден айырылайық. Мен жоғары жақтағыларға айтамын, мен жоғары жақтағыларға айтып тыңдап отырған, КМБ, СМБ. Сөйтіп бүкіл әлемге масқара болып, қазақ деген сондай ұлт бар екен, бірін көтін шұқылап, шындықты айтқандарды қамап, сөйтіп елінен айырылыпты деп сөйтіп шетелде жүреміз. Біреуіміз оларға айтудың қажеті жоқ. Енді іспен көрсету керек. Себебі олар уже халықты ашындырып, іспен кірісуге деп отыр. Айтқыл, сұмырайлар билікті бермейді, өліп қалса да. Билік ол... Онда өліп қалса аламыз. Олар бейтеді. Олар мына қазақты қазір, шындықты айтқан қазақты құртып отыр ғой. Ертең басқа халықтар басады мына мемлекетше. Сол кезде көтін айратты бұлардың. Жоқ, аға, қазір данный время елдің ішіндегі дүрбелең болып жатыр. Заңды түрде де заңгер қазақтың жанашырлары әрекет жасап жұмыс жасап жатыр. Халықтың өзі ашынып алаңға шығайын деп отыр. Алаңға шыққаннан кейін қандай жағдай болады? Соны әңгіме қылыңыздар. Қиялдай бермеңіздер. Болды, бәрін біліп отырмыз. Бәрін біліп отырмыз. Бірақ осы мәселені, осы дерттен қалай сауғамыз? Осы бар ғой, Айка, ол бар ғой. Бұлар саған өтірік тасасы да бермейді. Осы бүкіл қазақты өтірік тасасы да бермейді. Тәубеге келем ба? Кім? Есімің кім еді бауырым? Мен бұл сұмырайларды беске білем ғой. Бұлар сені бәрімізді өтірік тасасы да бермейді бұлар билікті. Мен беске білем ғой бұл сұмырайларды. Онда сіз сырттан қарап отыра беріңіз, Ахат Рубиге кел. Бұлар шайтан ғой бұлар. Жалпы әрекетке берекет деген бар ғой, жігіттер, қыздар. Біздің Қазақстанда отырған әрқайсымыздың көксөгенімізіне, әрқайсымыздың бабаларымыздан қалған жерге әрқайсымыздың толық құқымыз бар. Өзіміздің де біздің қақымызды алуға. 150 жалмауыздың ата бабалар қорғап қалған жер жоқ. Менің де бабаларым осы жер үшін қырқысты, қырылды, соғысты, осы жерді бізге алдырып беріп кетті. Енді мен неге осы жерде егемендік алғаннан кейін мен өз қақымды алмаймын? Неге мен алмаймын? Мен бабаларым қалдырып кеткен жерде мен өзімнің қақымнан неге алмаймын? Мен өзімнің ырзығымды неге көрмеймін? Мен неге ана жалмауыз иттердің өздері жеке банк ашады да біздің есебімізден өздері не болса болған ұстап келіп қазақты қамап отыру үшін, қазақты қанаудан шығармас үшін біздің қалтамыздан мемлекеттен бәленбай рет оларға ақша бөлінеді, бәленбай миллиард. Мені көрдіңіз бе? Мен соған наразымын мысалға. Мен өзімнің бабамнан қалған жерден өзіме тиесілімді алмайынша мен қоймаймын. Бірақ мен қазір олардың қолдан құрып балакада құрып ұстаған халықты илеуде, қанауда ұстау үшін құрған заңдарын заң деп те қабылдамаймын. Бірақ сол үстемді құрып тұрған соң сол иттердің билігі қазір өздерінше қолдан келгенін жасап жатыр. Сондықтан да олардың қолдан жасаған қуыршақ заңдарының шеңберінен шығып кетпеуге де ойлаймыз. Өйткені қолымыздан келгенше бір адамды осы жер бетінде отырып қамауда отырғанша бір адамның көкірегіне Құдай берген дарынымыз сөйлей білу, ойымызды жеткізе білу, осы мүмкіндіктерімізді пайдаланып бір адамның осы көкірегіне жаңағы сәуле түсіріп, бір адамды осы да оятсам деген мақсат. Ал енді жаңағыдай шетелде отырсам, мен өзімнің тілімді тістеп, аузым жағымды тістеніп ашқанның өзінде айтып жүргеніміз осы. Егер бізде айкалардікіндей мүмкіндік болып шетелде отыратын болсақ, ендігі біз талайлардың тыңдап отырған адамдардың талайының органды істеп отырғанына жанында отырған әйелмен көрісуге өкінетіндей жағдайда айта алатын мүмкіндігіміз бар еді, бірақ тіл тістеп отырмыз. Өйткені бұл елде билік тоталитарлық, авторитарлық жүйенің қолында, демократия дегеннің өз түгілі сәулесі де жоқ, ештеңесі жоқ. Сондықтан еріксіз тілімізді тістеп, мүмкіндігінше шеңберден шықпайықшы деп сөйлейміз. Сондай кезде жаңағыдай бір неше түрлі анау аккаунтта жүрген жаңағы жамбыл сынды, дамбал сынды неше түрлі патша, көтшалар бар ғой, сондайлар кіреді да кешегідей неге салады, айлаға салады. Содан кейін аңғал түлкі, жаңағы әккі түлкі құйрығымен алдап,
жаңағы құмайды болсын, қыранды болсын, тасқа соғып жіберіп жатқан жерлері бар. Сондайды алыстан көріп қойып байбаламыз аламыз. Ондайлар баз біреулерге сатқындық болып көрінеді, қорқақтық болып көрінеді. Бірақ мүмкіндігінше бұндай ойлы қыратты жерде анықтап басып, мүмкіндігінше аңдамай сөйлеп ауырмай өлгенше, мүмкіндігімізше біз сол жаңағы анық басуға шақырамыз ғой. Сондықтан да оны басқа біреулер кім деп ойлайды, не деп ойлайды, онда шаруамыз жоқ. Мақсат мен айтам ғой ылғи. Мен туралы кім не айтады, не ойлайды, оның құны көк тиын. Мен үшін ең қымбат нәрсе, мен еркек болып тудым. Еліме не бітіре алам, не тындыра алам, не бере алам, не істей алам. Мен осындай ой. Одан артық менде ой жоқ. Сондықтан да ұл болып тудың ба? Ұл болып туғанда не үшін қуанған? Елімді, жерімді қорғайтын қорған тудырып қуанған. Бүгінде кім болып туып жатыр туған ұлдар? Дүниенің сонан кейін үйленгенде бір қатынның құлы болды ғана. Одан аспай жатыр. Өлімнен ұят күштірген қазақпыз ғой. Мынау әлемге мазақ болып жатырмыз. Бүкіл әлемге, бүкіл жер бетіне мазақ болып жатырмыз. Ұлан ғайыр байлығы бар Қазақстаннан барып, сайтан да жоқ Кореядан ақша тауып жүру. Подработкаға бару. Былай қарасаң, ұят нәрсе ғой. Ол азаматтарға сын. Азамат болған, азаматтық түсінетін. Анау шүмегі бардың бәрі азамат емес. Оларға қарағанда, анау еркек болып туып, еркек кіндікті болып туып, бірақ азаматтықтан ада екі-ақ функциямен қалған сорлылар бар. Тіреулік дейді ондайларды. Яғни тұрып сүйгенін өзін еркектің деп ойлайтындар. Содан қатын алып, дүние қоңыз қатын алып, сол дүние қоңыз бала тапты. Жалпы негізі мықты әйелдің, мықты еркектің, мықты азаматтың артында мықты әйел тұрады деген сөз бар қазақта. Яғни бұл осы халықтың сол көріп атқан, шегіп атқан құлдықтың азабы, бодандықтың қасіретінің әр жағында қатындар, дүние қоңыз қатындардың үлесі көп. Өзі жасық, мектепте де, балабақшада да кешке дейін әйел мұғалімнен, әйел тәрбиешіден тәрбие алып, селекцияның құрбаны болып келген рухы шайқалып, тектіліктен ажырап келген сорлы еркектің біреуін бұтына қыстырып алған қатын дүниеден басқа түк ойлемайтын. Тірілсейші, мына елін құрып бара жатыр ғой, азамат емессің ба? Мына елді қорғайтын сен емессің ба деп айтатын қатын болмағаннан кейін өз өлексе нәрсе сол өте тіреулік болып қалады. Бір жағынан да елдің құрып бара жатқанына әйелдердің де беріп жатқан қасіреті көп. Неге? Дүниенің есігін ашып, дүниеден басқа түк ойлама қазақ деп Назарбаев нарыққа, базарға тығып жетті, қатындардың үлесін арттырып, еркектерді сорлы не рыба, не мясо қылып тастаған кезде, ол елім жерім дейін деп берген. Ой, бала шағаңа зияның тиеді деді. Ал үндемеген нәрсенің зияны керемет бала шағаға негізі. Соның бала шағаға тиетін азабы сұмдық. Өйткені ұрпағыңның келешегін бүгінгі сен дүниеңе, бүгінгі алтыныңа, қатыныңа алған шубысына, соған әперген права, соған әперген прадамен өлшеп отыр. Міне, қасірет деген сол. Ал енді қазақта сөз бар ғой, 3 жылын ойламаған еркектен без дейді. 3 жылын ойлаған кезде жаңағы әлгі боқ жинау, дүние жинауын ғана айтпаған. Ол 3 жылын бүгінгі қабылданып жатқан заңның 3 жылдан кейін қазаққа не берер екен? Қазағыма қандай әсері болады екен? Менің ұрпағыма не берер екен? Деп алыстан ойлап, рухани қорған бола білу. Міне сондықтан да лайк басыңыздар деймін, сразу лайк басып қолдап отырыңыздар.